Сәлем достар, бүгін сіздерге қысқаға жүгеріні өзім қалай сақтаймын, сол әдісіммен бөлісетін боламын. Менде өте керемет сақталады жүгерілерім. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жүгерінің сыртқы қабықтарынан тазалап аламыз. Бір ғана қабат қабығын қалдырамыз, яғни ең соңғы қабаты осылай ашқанда астынан жүгері көрініп жатса, сол қабатын қалдырамыз. Себебі жүгеріні дайындағанда қайнап жатқан суға жүгерімен бірге осы қабықтарын кастрюляның астына салып жіберсеңіздер, жүгерілеріңізге ерекше дәм беріп, иісі бұрқырап, күшті болып шығады. Пищевая пленканы аламыз да, осылай тазартылған жүгерімізді жақсылап, ешқандай жерінде ашық жерлер қалдырмай, осылай орап шығамыз. Барлық жүгерілерімізді осылай жақсылап орап дайындап алып, барлығын бір маечкаға не болмаса салофановый пакетке салып, мұздатқышқа салып тастайсыздар. Өте керемет сақталады. Мен өзім осы әдіспен ғана сақтаймын. Сіз де дәл осы әдіспен қысқаға жүгерілеріңізді сақтап алыңыз және видеоның соңында лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.